Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біздер өте дәмді, ерекше және де әдемі салат әзірлейтін боламыз. Дастарханымыздың сәнін келтіреді. Ендеше бізге қияр, тұздалған қияр, куриный грудка және де перепелиное яйцо керек болады, жұмыртқа. Салаттың ішіне қосуға кәдімгі тауықтың жұмыртқасын қоса берсеңіздер болады. Енді барлығын соломка етіп турап аламыз. Міне осында үлкен жұмыртқалар қоса берсеңіздер болады. Әдемілік үшін перепелиное жұмыртқа жақсы. Куриный грудканы да тураймыз дәл солай. Міне. Енді аздап тұз салып татымына қарай және майонез салып жақсылап араластырамыз. Өте дәмді, тойымды, әдемі салат, сондықтан міндетті түрде істеп көріңіздер. Енді бізге лаваш керек болады. Сыртында корзинасын жасау үшін осындай бір лаваштан 2 корзина шығады. Лаваштың дәл сол күні шыққан алыңыздар, себебі бізге жұмсақ лаваш болу керек. Үлкен тарелкамен алып жатырмыз, себебі пісірген уақытта бұл қысқарып қалады. Енді қызып тұрған майға мен қазанға мән бермеңіздер, маған осындай шұңғыл қазан керек болды. Бұл қазанға өте көп жыл болған. Енді осындай сүзгімізге бірінші ортасына құйып аламыз. Сонда ол формасын ұстап тұратын болады, әйтпесе жылжып кете береді. Кейін жандарын осылай қуырып аламыз. Ожаумен басып тұрамыз, көтеріліп кетпес үшін. Барлық шеттерін осылай жасап аламыз. Міне біздерде дайын болды. Енді тағы да сәл қызарту үшін қуырамыз. Үш минуттай уақытыңыз кетеді бұған. Өте тез дайындалады. Міне. Дайын болды. Енді бұған жаңағы жасаған салатымызды саламыз. Бетіне пай-пай себеміз. Пай-пайдың рецепті описаниеда бар, сол жерден көріп алсаңыздар болады қалай жасайтынын. Енді сәндейміз, қалауыңша сәндеуге болады. Біздер жаңа кішкентай жұмыртқамен черри помидорын қолдандық. Лаваш қазір қаттылау болғаннан кейін табаңыздан жылжып кетуі мүмкін, алып бара жатқанда, сондықтан міндетті түрде сақ болыңыздар. Міне, өте әдемі болып шықты. Осылайша қонақтарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Өте ерекше, қазір хит болып жатқан өте дәмді, тойымды салат. Енді біздің екінші салатымыз өте тойымды, өте оңай дайындалады. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Ол үшін бізге жұмыртқа, копченый грудка, сыр және де лаваш қажет болады. Жұмыртқаны, лавашты және де грудканы саламыз, тұз саламыз және де жақсылап араластырамыз. Тұзды аздап салсаңыздар болады, себебі копченый грудка өзі ащы. Осыларды жақсылап араластырамыз майонезбен. Енді бізде осындай формочка бар. Бұл майонездің ыдысының жарты бөлігі. Осының ішіне тегістеп саламыз. Тығыздап басып жібереміз, себебі форманы алған бойда құлап кетуі мүмкін. Тығыздасаңыздар құламай формасын ұстап тұрады. Енді бетіне міне салатымыз дайын. Бетін қалауыңызша әрлесеңіздер болады. Біздер укроп қойып қойдық. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Біздің арнаға тіркеліп алыңыздар. Және де достар, біздің магазинге тіркелуді ұмытпаңыздар. Мужской және де парный киімдер таба аласыздар. Барлық қалаға доставка бар. Үнемі конкурстар өткізіліп тұрады. Қатысыңыздар, жүлделі болыңыздар. Біздің Instagram парақшамызға тіркеліп алыңыздар.